Армысыздар, атақты ағайын, құрметті жапайқұлдар және волейбол кеңесіне қатысушы барша спортшылар, волейбол жанкүйерлері, спорт денсаулық кепілі, бұқаралық спортты дамыту, аудан тұрғындарын спортқа көптеп тарту және волейбол ойынын дамыту мақсатында бірінші мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күніне орай волейболдан ұйымдастырылған көктем кубогы 2022 аудандық біріншілігіне қош келдіңіздер. Әрбір көркемдік өнер қадамасында мемлекеттің ең басты идеясы мен саясаттың бірі спорт десек, ұлттың мерекесін көтеретін ел абыройын асыратын спорт әлемі тәуелсіз Қазақстанның әлемдегі ел бірлігіне бірлік, ынтымақтастық пен парасаттылық ең алдымен өзімізге керек, құрметті ауылдастар. Ендеше осы мереке мақсатындағы волейболдан ересектер арасындағы аудандық ашық біріншілікке қатысушы командаларды ортаға шақырамыз. Команда төрешілері командаға алып шығуға рұқсат. Зейнеден ауыл командасы. Құрметті спортшылар, бүгінгі сайысқа қатысушы барша спортшыларға тағы да сәттілік тілей отыра. Аудандық волейбол біріншілігіне қатысушы спортшыларымызға, команда жетекшілеріне, шара қонақтарына қош келдіңіз дейміз. Аудандық жарысы Ғашықбек Жариев.
Сол турнирге командамыз қош келдіңіздер. Бұл турнирдің мақсаты біздің бірінші маңызды Қазақстан халқының бірлігі, тойлау, адам болу, екіншіден отбасы қоғамның мақсатында өсіп жатыр. Енді турниріміз бүгін таңнан бастап жақсы нәтижені көрсетуге көрініп тұр. Тартыспен болып жатыр. Алдағы уақытта сіздерге осы жастарға көбірек белсенді қатысуға шақырамыз. Сіздерге денсаулық тілейміз, мықты денсаулық. Алдағы уақытта барлығы жақсылық. Осындай біздің волейболымыз, отанымыздың эстададағы жақсы дамуға, осы біздің жасымыз серпілсін деген ойдамыз. Барлықтарыңызға аман денсаулық тілей отырып, осы турнирдің жеңімпазы ең мықты командасына жеңісін деген тілектереміз. Sport ardageri Hamidun Nurman Bayram Boğazı'ndan. Hürmetli olanlar, dostlar, sporcular, sizlerden gelecekler iltifatını және бүгінгі спорттен көп турнирдің айқындалуымен құттықтаймыз. Сіздердің спортшыларыңызға өмірімнен келген өте еңбектің нәтижесін тілеймін. Сонда аудан бөлімінде 30 республика бөлімінде қатысушылар келген. Жеңістің биігіне көтеріп, ауданға шығуға сіздерге мықты сәттілік тілеймін. Мықты денсаулық